Сәлем достар, Market.kz арнасында тек бүгін айдары. Біз біраздан бері көрінбей кеттік, бірақ та бұл тек бүгін айдарының жабылуының белгісі емес. Енді алдағы уақытта сіздерді смартфондарға көптеген қызықты шоулар күтіп тұр. Сондықтан да жаңа видеоларды өткізіп алмас үшін қазірден бастап каналға жазылып кетіңіздер. Ал бүгін бізде шоуда Asus компаниясының Zenfone 6 смартфоны. Кеттік. Шоуды бастамас бұрын ең бірінші Asus компаниясы қораптың ішіне не салғанын қарап өтейік. Бұл жерде маған ең бірінші көзіме түскені мынандай берік пластиктан жасалған қапшық. Жалпы қапшық жасағаннан кейін осындай материалдан істеу керек. Huawei-дің құлағына алтын сырға, силиконнан емес, силикон уақытты өте келе сарғайып кететіні бар. Мына үстіңгі жағындағы ұяшық неге арналған деп ойласаңыздар, ол қазір ешкімге жасырын емес, Asus Zenfone 6-ның үстіңгі жағындағы флип камера. Бірақ бұл камера жайлы алдағы уақытта айта кетеміз. Сырт көзге қапшығы өте берік, ешқандай сыққырсыз мықты зың болып отырған екен. Ары қарай жүрек, бізде келесі 5 вольт 2 амперлі адаптер, өте мықты адаптер. Жалпы Asus компаниясы адаптерлерді өте жақсы қылып қораптың ішіне салып береді. Ары қарай бізде қарапайым USB Type-C кабелі, және келесі бізде құлаққап. Құлаққаптың дизайны Asus компаниясының өзіндік стилінде жасалған екен. Келесі тағы да бір қосымша, ол құлаққаптың қосымша құлақтыққыштары. Болды, қорапшада ештеңке жоқ, енді смартфонның дизайнына өтейік. Енді сырт келбетіне келетін болсақ, Huawei мен Honor'ларға үйреніп қалғаннан кейін артқы жақ корпусы бір түссіз көрінеді, әдемі емес көрінеді, бірақ та қанша айтқанмен де екі жағы да шынымен қапталған. Алдыңғы жағы, яғни дисплей бізде Gorilla Glass-тың 6-шы ұрпағының шынысы, артқы жағы жайлы ақпаратты бермеген екен. Жиектері бізде алюминиймен қапталған, өте берік және ұстаған кезде қолдан тайып кетпейді. Дисплей 6,4 дюйм IPS матрица, ал қатынасы 19:5-тің 9-ға қатынасындай және Full HD Plus сапасында көрсетеді. Жалпы түстерді анық және нақты көрсетеді, маған ұнады. Бірақ бір түсінбейтін 2019 жылы неге IPS. Артқы жағында бізде саусақ ізінің сканері орналасқан, өте тез және жылдам жұмыс істейді. Орналасуы да өте ыңғайлы, саусақ бірден табылады. Және құлыптан шешудің екінші түрі ол бет-әлпет сканері, бірақ та бұл шешімді мен әлі күнге шейін түсінген жоқпын. Себебі қараңыздар. Бет-әлпеттен шешу үшін бірінші саусақ құлыптан шешу батырмасын басасыздар. Сол кезде сізде дисплей жанады. Жоғарғы свайп істеген кезде ғана сізде камера іске қосылса, сіздің бет-әлпетіңізбен құлыптан шешіп береді. Ал егер сіздің смартфоныңыз столдың үстінде жатса, құлыптан шешудің бір-ақ түрі бар. Жоғары қарай свайп, камераңыз іске қосты, бірақ ашыла алмады, себебі смартфонның камерасы столға тиіп қап тұр. Саусағыңыздың сканері смартфонның астында, тек қана графикалық кілтпен ғана сіз құлыптан шеше аласыз. Өте тиімсіз шешім деп ойлаймын. Саусағыңыздың сканерін алып тастап, OLED немесе AMOLED дисплейін қойғанда бірден дисплейға саусақты тигізе салып ашатын едік. Жарайды, енді не болса да ары қарай көрейік. Смартфонның оң жақ қырында, жоғарғы жағында белгісіз бір батырма тұр. Ол батырма не деп ойласам, бұл Google көмекшіні шақыру батырмасы екен. Бірақ та кастомизацияны жақсы көретін адамдар үшін жақсы жаңалық. Сіз бұл батырманы басқа да қосымшаларға ауыстырып жібере аласыз. Менің ойымша, фотоға түсірген кезде мына жердегі батырма өте жақсы көмектеседі. Оның астыңғы жағында бізде дыбысты шығару немесе азайту реттегіш батырмасы және оның астында құлыптан шешу батырма. Жалпы дизайны жағынан мен 5 балдың ішінен 3 қоятын едім, себебі біріншіден камерасының орналасуы маған қатты ұнаған жоқ, және де бұл камераның бір ұнамаған жері үстіңгі жағынан ұрсаң немесе тиіп кетсең бір жынға тиетін дыбыстар шығады. Және де біреумен сөйлесіп жатқан кезде немесе жүгіріп бара жатқан кезде сіздің камераңыз ойламаған жерден ашылып кетуі мүмкін. Қараңыздар. Енді кірмей қалды. Енді кірді. Өздеріңіз көріп тұрсыздар ғой. Бұл камерасы қанша жерден жаңа стиль немесе
жаңашылдық болғанымен де қолданысқа келген кезде өте ыңғайсыз және де қай кезде қалтадан ашылып кететіні белгісіз деп ойлаймын. Ең қызығы достар, мен бұл смартфонның бағасын видеоның соңында айтамын дедім де шыдамай кеттім. Сонымен Market.kz қосымшасынан 250-300 мың теңгеге қандай смартфон алуға болады екен деп қарап қалсам таң қалдым. Себебі 250 мыңға iPhone 8 Plus және де 300 мың теңгеге 256 гигабайтты 10-шы iPhone тұр екен. Мен екі ойлы болдым. Bir жағынан жап-жаңа Asus Zenfone 6, екінші жағынан қолданылған болса да iPhone 10. Артынша бірден техникалық сипаттамаларына өте кетейін, себебі бұл жерде барлығы маған ұнады. 8 ядролы және Snapdragon 855-те жұмыс істейді. Жалпы ойындарға келетін болсақ, PUBG Mobile және Asphalt 9 деген сияқты ойындарды жоғары сапада өте жақсы тартып берді. Ешқандай қатуларды және тоқтап қалуларды мен өз басым байқаған жоқпын. Және де бұл смартфонды Wi-Fi-ды, Bluetooth-ды қосқанда жарығын жоғары қарай максималдыға қойған кезде YouTube-тан видео көріп, ойын ойнағанның өзінде маған 1,5 күнге жетті. Себебі бұл жерде аккумуляторы 5000 мАч. Өте керемет. Және де бір айта кететіні жылдам қуаттау, яғни Quick Charge орналасқан, сондықтан да 1 сағатта сізге 100%-ға дейін қуаттауға болады. Менің қолымдағы нұсқа оперативті жады 6 гигабайт және тұрақты жады 64 гигабайт нұсқасы. Бұдан да жоғарысы бар, 8-де 256 және де бір ұнағаны 2 SIM карта яшығы және де 1 SD карта яшығы бар. Бұл өте керемет. 2 SIM картаңызда сізде 4G интернетпен болады және де үшіншісі сіз қалаған SD картаңызды 1 терабайтқа дейін сала аласыздар. Ал енді ең басты бөлім камерасы жайлы, себебі флип камера өте ерекше. Басқа смартфондарға қараған кезде бірінші негізгі модулі 48 мегапиксельді, екіншісі 13 мегапиксельді кең бұрышты модуль бар. Жалпы түсірген кезде өте жақсы. Қазір мен толығырақ айта кетемін. Фронталды камерасы жоқ, себебі артқы камерасы алдыға ашылып фронталды камераның рөлін атқарады. Ал енді видеосына келетін болсақ, 4К сапасында секундына 60 кадр түсіретін мүмкіндігі бар. Достарыңызбен қыдырған кезде бұл камераның кең бұрышты модуль арқылы 4К сапасындағы видео арқылы өте керемет видеолар алуға болады деп ойлаймын. Видеосының келесі бір мүмкіндігі ол қозғалысты бақылау деп аталады. Мысалы, орысша айтқанда отслеживание движения, яғни батырманы басқан кезде бір объектті таңдайсыздар және ол қай жаққа қозғалса, камера соның артынан қозғалады. Бұндай мүмкіндік көбінесе үш осьтік стабилизатор DJI-да немесе жиында болушы еді, және де Asus-қа қосқаны өте керемет. Жалпы камерасы жағынан және нарықтағы орналасу жағынан менің ойымша бұл смартфонның басты бәсекелестері Samsung A80 мен Xiaomi Mi 9. Ал енді қорытындылай келетін болсақ, жалпы смартфон жаман емес, мен кішкене бір орташа ойда қалдым. Ал сіздер ары қарайда біздің каналға жазылып, осындай жақсы шоуларға куә бола беріңіздер. Каналға жазылыңыздар, лайк басыңыздар. Келесі кездескенше сау!